Қолымыздағы саусақ іздерінің бірегейлігі туралы таңғаларлық және шок болатын бірнеше қызықты фактыны ұсынайын. Саусақ іздері бұл адамның биологиялық және генетикалық ерекшеліктерінің бірі, бірақ оларды зерттеу шын мәнінде өте көп қызықты құпияларды ашады. Адамның әрбір саусақ ізінің бірегей болуы ғылымда саусақ іздерінің адамға тән болуы деп аталады. Бірақ осындай айқын бірегейлік тек адамдарға ғана тән емес екенін білгенде таң қаласыз. Бір саусақ іздері тек адамдарда ғана емес. Көптеген адамдар саусақ іздерін тек адамдармен байланыстырады, бірақ бұл ұғымды кеңейткенде біздің бауырларымыз кейбір жануарлар да әртүрлі саусақ іздеріне ие. Мысалы, маймылдардың да саусақ іздері адамға ұқсас болатынын білесіз бе? Олардың саусақ іздері адамның саусақ іздеріне ұқсас болып келеді, бірақ әртүрлі құрылымдармен ерекшеленеді. Маймылдар мен адамдардың арасында саусақ іздерінің ұқсастығы болғанымен, әрбір түрдің өзіндік сипаттамалары бар. Адамның саусақ іздері тек бір адамға ғана тән болып, генетикалық айырмашылықтарды көрсетеді. Екі ешкімнің саусақ іздері бірдей емес. Саусақ іздерінің бірегейлігі бұл әлемде адамзат тарихында бірде-бір адамда қайталанбайтын биологиялық ерекшелік. Әрбір адамның саусақ іздері бір-бірінен айтарлықтай өзгеше. Тіпті бір жұмыртқалық егіздерде де олардың саусақ іздері бірдей емес. Олардың дынысы ұқсас болса да, саусақ іздері әрқашан ерекшеленеді. Саусақ іздерінің мұндай бірегейлігі олардың адамды анықтау үшін ерекше сенімді құрал ретінде қолданылуына мүмкіндік береді. 3 саусақ іздері 10 апталық ұрық кезеңінен бастап қалыптасады. Адамның саусақ іздері жүктіліктің 10 аптасында қалыптаса бастайды. Қызығы, осы кезде ұрықтың қолдары мен аяқтары дерлік толық дамымаған, бірақ саусақ іздері бұл кезде қалыптасып жатқан болады. Бұл процесс белгілі бір ішкі факторлардың генетика, қоршаған орта, ұрықтың қозғалысы және типі әсерінен дамиды. Жүктіліктің ерте кезеңінде қалыптасатын саусақ іздері уақыт өте келе ешқашан өзгермейді, себебі олар эволюциялық тұрғыдан генетикалық тұрақты болады. 4 саусақ іздерінің түрлері. Әрбір адамның саусақ іздері негізінен 3 түрлі негізгі типке бөлінеді: доғалық, бұралмалы және спиральды, күйзеліс. Бұл 3 типтің әрқайсысы әлі күнге дейін толық зерттелген жоқ, бірақ олардың өзара түрлілігі адамдардың биометриялық ерекшеліктерін анықтау үшін кеңінен пайдаланылады. Тек саусақтың сызбалары ғана емес, сонымен қатар олардың ішіндегі кішкене ойықтар мен сызықтар да бірегей болып табылады. Бұл әр адамның саусақ ізін тек тіркеу ғана емес, сонымен қатар адамның жеке сипаттамаларын да анықтауға мүмкіндік береді. 5 саусақ іздері көне заманнан бері қолданылып келеді. Саусақ іздерін адамды тану үшін қолдану өте көне дәстүр. Мысалы, ежелгі Мысырда, Месопотамияда және Қытайда саусақ іздерін белгілі бір келісімдер мен ресми құжаттарға қол қою үшін пайдаланған. Саусақ іздері қылмыс орнында, жазба құжаттарда немесе келісім шарттарында куәгерлік рөлін атқара отырып, адамның жеке басын анықтаудың алғашқы құралдарының бірі болды. 6 саусақ іздеріне негізделген алғашқы қылмыс тергеуі. Бір қызықты факты, бұл саусақ іздерін қылмыс орнынан тергеу үшін алғаш рет қолдану 19 ғасырда болды. 1892 жылы Аргентинада әлемдегі алғашқы саусақ іздері бойынша қылмыс тергеуі жүргізілді. Сол кезде қайтыс болған адамды қылмыскерді анықтау үшін оның саусақ іздері қолданылды. Бұл жаңалық қылмысты анықтау саласындағы революциялық өзгерістерге алып келді. Ал бүгінгі күні саусақ іздерін тек қылмыстық тергеулерде ғана емес, жалпы қауіпсіздікпен адамды танып білуде қолдану жалпы қабылданған стандартқа айналды. 7 саусақ іздері сызықтардың ерекшеліктерін көрсетеді. Адамның саусақ іздерінде көрінетін әрбір сызықтың айқындықтары, бағыттары және өлшемдері әртүрлі болып келеді. Бұл сызбаларда олардың орналасуы мен құрылымы әлемде қайталанбайды. Мұндай өзгерістерге әсер ететін факторлар ананың құрсағындағы тіршілік ортасы, ішкі қоршаған ортаның өзгерістері мен әр адамның генетикалық ерекшеліктері болып табылады. 8 саусақ іздері адамның тарихы мен эволюциясының айнасы. Ғалымдар адамзаттың эволюциясын зерттегенде, саусақ іздері әр адамның жеке тарихының айнасы ретінде қарастырылады. Адамның саусақ іздері өмірінің барлық кезеңдерінде өзгеріссіз болады, бірақ оларды зерттеу арқылы адам эволюциясын, қоршаған орта әсерлерін, экологиялық және әлеуметтік жағдайлардың адамның дамуындағы әсерін байқауға болады.
Саусақ іздері адамзаттың биологиялық жолын анықтаудағы маңызды кілттер болып табылады. 9. Саусақ іздерінде тек адам емес, кейбір жануарлар да өз белгілерін қалдырады. Ең таңғаларлық және өте қызықты фактілердің бірі, кейбір жануарлар да өздерінің саусақ іздерін қалдырады. Мысалы, тұяқты жануарлардың, мысалы, маймылдар мен қолтырауындардың, аюлардың да ұқсас саусақ іздері болады. Алайда бұл саусақ іздерінің арасындағы айырмашылықтар көбінесе олардың өмір сүру ортасына байланысты болады. Қол іздері де бірегей болады. Қол саусақтарының іздері тек қолдың ғана емес, барлық дененің құрылымын көрсетеді. Қолдың әрбір саусақ белгісі, сондай-ақ олардың арасындағы қосымша ойықтар мен сызықтар да бірегей болып табылады. Ғалымдар бүгінде қол іздерін талдаудың көптеген әдістерін жасап шығарған, бірақ бұл өзіне тән әр түрлілікті ашатын тұтас зерттеу саласы болып қалып отыр. Саусақ іздерінің бірегейлігі тек адамның биологиясына ғана қатысты емес, оның тарихына, экологиялық ортасына және эволюциясына да тікелей байланысты. Бұл мәліметтер адамзатты одан әрі таң қалдырады, себебі әрбір саусақтың іздері мен белгілері сіздің және сіздің ата-бабаларыңыздың тарихы мен өмір сүру ерекшеліктерін көрсете алады.